Кешар қыздар, бүгін сіздермен тез айналатын десерт рецептісімен бөліскім келіп тұр. Бұл десерт пісіруді қажет етпейді, үйдегі бар нәрсемен дайындайтын боламыз. Печеньені осындай блендерге ұнтақтап алатын боламын. Егер сіздерде блендер болмаған жағдайда оқтаудың көмегімен ақ езіп алсаңыздар болады. Содан соң бананымызды көбірек қылып турап аламыз. Креміне қаймақ пен сахарный пудраны араластырамыз, немесе қоюлатылған сгущенканы да қолдансаңыздар болады. Ал кеттік, десертімізді жинай бастайық. Осындай стаканға ұнтақталған печеньемізді саламыз. Бір қастай пропитка қойып, банандарымызды саламыз. Содан соң қаймағымызды 3-4 қасықтап әдемілеп, абайлап, жан-жағына шығармай салып шығамыз. Өсіп стаканның беті толғанша бірінің үстіне бірін қойып қайталап шығамыз. Әр печенье салған сайын осындай бір қасық пропитка қойып отырамыз. Оны кофе мен суды араластырып сақсаңыздар болады. Сол кезде печеньяңыз сухой болып қалмайды. Осылай біздің тез дайындалатын десертіміз дайын болды. Сіздер де жасап балдарыңызды қуантсаңыздар болады.